Саяси қуғын-сүргін құрбандары музейі Алматы облысы Талғар ауданына қарасты Жаңалық елді мекенінде 2018 жылы ашылған болатын. Бұл музей 3 залдан тұрады. Және де бұл екінші залы еске алу залында осы Алматы облысы бойынша қуғынға ұшыраған құрбандардың тізімдері менен және де барлық зиялы қауымдардың тізімдері жазылған. Ол зиялы қауымның ішінде біз тек қазақтың емес, қырғыз ұлтының да зиялы қауымдарын кездестіре аламыз. Олардың бірі Арабаев Ешеналы, қырғыз әліпбиінің негізін қалаушы. Сонымен қатар осыдан 105 жыл бұрын, яғни 1917 жылдың 12 желтоқсанында құрылған Алаш Орданың Бішкекте, сол Алаш Орда үкіметінің бөлімшесін құрған болатын. Және де осы Ахмет Байтұрсынұлымен бірге талай бірге еңбектер атқарып, сонымен қоса осы Жетісу Алаш Ордасының мүшесі болып, өзіміздің Жетісу Ордасындағы білімнің, ғылымның дамуында көп үлес қосқан. Сондықтан да бұл Арабаевты да осы біздің музейімізге есімін жазып, келер осы жас ұрпақтарға есімдерін таныстырып, осындай бүгінгі ұрпақ үшін атқарып кеткен еңбегін, яғни білім жүйесін құрып бергендігі, ғылымның құрғандығы жайлы насихаттаумен айналысамыз. Музейде экспонат қатары Ешін Арабаевтың сүрөтү өмір баяны жазылуу. Мұны біз быйыл 2022 жылдың 29 майда атайын Элрал илмий практика конференцияга келгенде ушул Арабаев университети тарабынан атайын жазатып, дагы Ешін Арабаевтың бул сүрөтү менен биргеликте дагы бөлөк сүрөттөрүн да алып келгенбиз. Муну атайын экспонат болуп бул музейде турат. Сырттан келген коноктор биздин ушул Ешін Арабаевтың өмүр баяны менен кенен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Жана ошондой эле конференцияга келген ушул татар улутундагы, ошондой эле чечен улутундагы өкүлдөр дагы ошо Ешін Арабаевтың жадитчилик билимин агартуучулугун кенен айтып өтүштү. Жана ошондой эле кызыгуу менен ушул экспонаттын жанында сүрөткө түшүп аткандарына да күбө болдук. Ошондуктан биз мына ушул Алматыдагы эң чоң музейлердин бири, репрессия музейлеринин биринде биздин белгилүү аалымыбыз Ешін Арабаевтың сүрөттөрү экспонат катары сакталып турат.